Ұстаз тұла бойы тұнған өнеге, адам бойына мейірім шуағын дарытатын ізгі ниет иесі. Бала жүрегі кішкентай күй сандық, сол сандықтың кілтін тапсан ғана ашылады. Мұғалімнің қолында әр кезде сол кілт тұру керек деп Мұхтар Шаханов атамыз айтқандай, әр баланың бойындағы дарынды ашу ұстаз ұлылығында деп ойлаймын. Ұлағатты жандар туралы ой толғағанда, жанымда бір жылы шуақ құйылып, қуанышқа бөленетін кезім болады. Сірә, бұл шәкірттің ұстазға деген құрметі шығар. Ұстазым Ескелді ауданы Жетісу орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, ерен еңбегі үшін медалінің, Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері, педагогика ғылымдарының магистрі, педагог шебер Зайтбекова Раушан Исабаевнадан көп үлгі өнеге алдым. Әсерлі үнмен, мәнерлеп сөйлеген сөзінен дана ойдың ыстық лебі есіп тұрғандай сезіледі. Мен 11-ші сынып оқушысы Баймұхамбет Жанерке ұстазымның қолдауымен 2023 жылы республикалық мағжан оқулары шығармашылық байқауының жүлделі 1-ші орын иегері атанып, мәңгілік ел жастары қоғамдық қорының дипломымен марапатталдым. Жақында ұлттық бірыңғай тестілеуден шығармашылық таңдау бойынша берілген 30-дан 29 балл жинадым. Жетісу орта мектебінің биылғы үздік аттестат иегерімін. Әрқашан шәкірттеріне қолдау көрсетіп, жарқын болашаққа жетелеп келе жатқан Раушан апайымның осындай еңбегі көпшілікке үлгі. Тағылымды тәлімгер Раушан Исабаевнаның арманына қанат бітірген шәкірттері көптеген байқаулар мен олимпиадалардың жүлдегерлері. Өзім туралы айтсам, 2021 жылы аймақтық бала әлемі 2021 байқауынан 1-ші орын, 2022 жылы облыстық зерттеу жобалар конкурсының 3-ші орын жүлдегері атандым. 2023 жылы облыстық мәшһүр оқулары байқауының 1-ші жүлделі орын иеленіп, 2024 жылы республикалық Жаңа Қазақстанның 1000 үздік оқушысы жобасының жеңімпазы атандым. Сонымен қатар, 2024 жылы халықаралық зияткер үздік оқушылар клубының мүшелігіне қабылданып, облыстық ауыл мектептерінің оқушыларына арналған пән олимпиадасында қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 3-ші орынды иелендім. Мен 11-ші сынып оқушысы Шермұхамбет Жібек, ұстазым секілді қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі мамандығын таңдап, жақында ұлттық бірыңғай тестілеуден 128 балл жинадым. Жетісу орта мектебінің биылғы алтын белгі иегерімін. Ұрпаққа ұлағатын сіңіріп келе жатқан қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Раушан Исабаевнаның маған сіңірген қажырлы еңбегін құрметпен бағалаймын. Әрбір ұстаз өз шәкіртінен зор үміт күтеді. Раушан Исабаевнаның жастарымыз басымдық беретін межелердің қатарында білім әрдайым бірінші орында тұруы шарт. Себебі білімді бәрінен биік қоятын жас ұрпақ табысқа жетеді деген сенімі маған кез келген атақтан қымбат. Менің қандай да бір жетістікке жеткенім асыл ұстазымның арқасы. 2023 жылы Әбіш оқулары байқауының 1-ші орын жүлдегері және Ақтау қаласында өткен республикалық Әбіш оқулары ғылыми шығармашылық конкурсының сертификат иегері атандым. 2024 жылы облыстық Махамбет оқулары байқауының 2-ші орын және облыстық ауыл мектептері оқушыларына арналған пән олимпиадасынан қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 3-ші орын жүлдегері атандым. Мен 11-ші сынып оқушысы Елтай Қымбат, ұстазым секілді қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі мамандығын таңдап, жақында ұлттық бірыңғай тестілеуден 125 балл жинадым. Жетісу орта мектебінің биылғы алтын белгі иегерімін. Осындай ұлағат иесінің шәкірті болғанымды мақтан тұтамын. Мен 11-ші сынып оқушысы Сезенбек қызы Мөлдір 2023 жылы республикалық балалар оқулары байқауының облыстық кезеңінде жүлделі 3-ші орынды иеленіп, Жетісу облысы білім басқармасының дипломымен марапатталдым. Ұстаздарым секілді математика пәнінің мұғалімі мамандығын таңдап, жақында ұлттық бірыңғай тестілеуден 105 балл жинадым. Жетісу орта мектебінің биылғы алтын белгі иегерімін. Өсіп өркендеуі мен бәсекеге қабілетті болуымның ең маңызды ошағы аяулы ұстазым Раушан апай берген білімде екенін зерделедім. Ұстаздың өнегелі тәрбиесі өмірінің жол сілтер шамшырағы. Тың істердің бастамшысы бола білетін тәлімгер ұстаз Зайтбекова Раушан Исабаевна шығармашылығын шыңдап жемісті еңбегінің нәтижесіне бөленді. Соның нәтижесінде 2021 жылы республикалық қазақ тілі мен әдебиеті оқу мәселелері және жаңа көзқарас съезінің, 2023 жылы республикалық педагогтер съезінің делегаты атанды. 2024 жылы шыққан оқу сауаттылығының теориялық және әдістемелік негіздері атты оқу әдістемелік құралдың авторы. 2024 жылғы республикалық
үздік авторлық бағдарлама байқауының жүлделі 2-ші орын иегері. Мен 11-ші сынып оқушысы Аманбекова Жұлдыз аудандық облыстық дебат сайысының жүлдегерімін. Жақында ұлттық бірыңғай тестілеуден 90 балл жинадым. Жетісу орта мектебінің биылғы үздік аттестат иегерімін. Мерейлі ұстаз Раушан Исабаевнаның біздің бойымызға сіңірген құндылығы мен ізгі жолын жалғастыруға бар күш-жігерімді саламын.